Сәлем достар, сендермен Мералин. Бүгінгі видеода мен Джоджоның шытырман оқиғалары елесі Қан анимесін баяндап беретін боламын. Айта кететіні бұл бірінші бөлігі. Жалғасының шығуы сендердің қолдарыңда. Олай болса, бастайық. 1 маусым 1868 жылы Англияда орын алуда. Бізге Джоссерлардың кемесі жол шетінен шығып кеткенін көрсетіп тұр. Дәл солардың жанынан Дарио Брандо мен оның әйелі өтіп бара жатып, осыны көріп қалады. Сол кезде анасы қорап қалған сәби мен оның әкесі Джордж Джостер тірі қалады. Дарио оның бағалы заттарын көріп ұрлай бастайды. Кенет ол бір бетпердені көріп лақтырып жібереді. Бір кезде Джордж оянып кетіп, Дарио мені құтқарып жатыр деп ойлап лезде рахметін білдіреді. Тірі қалған баласы мен өз екенін білгенде көзіне жас келеді. Джордж оларға осы жақсылықтарын ұмытпайтындығын айтады. Сол оқиғадан бері 12 жыл өтті. Бізге Джордж Джостердің ұлы Джонатан Джостерді көрсетеді. Оны бәрі Джоджо деп атайды. Әрі оның досы Дэнни атты иті болатын. Ендігі бізге Брандолардың отбасын көрсетуде. Дарио ауыр дертке шалдықса да, ішуін тоқтатпаған. Оның баласы Дио оны қатты жек көрген. Бір күні Дарио өлуіне аз қалғанын білгенде, Диоға Джордж Джостердің мекен-жайын беріп, сен ең бай адам атануың керек дейді. Дарио өлгеннен кейін Дио оны сонда да жақтыртпайды. Оған себеп Дарио оның анасын өлімге дейін әкелгені. Десе де бай болуын керек дегені оған жаңа мақсат берді. Ол бай болғысы келіп Джордж Джостердің мүлкін иемдену үшін сонда аттанады. Ал дәл сол уақытта Джонатан мінез-құлқын дұрыстап джентльмен болғысы келеді. Ол Эрина деген қызды бұзақылардан қорғайды. Дио болса келіп жетеді. Келе салысымен оған Джонатанның ерке тотайлығы ұнамайды. Джордждың дүние мүлкі Джонатанға берілетін есіне түскенде Дио оның рухын сыдырмақ болып алдымен оның итін теуіп жібереді. Джордж оны байқамай Дионы таныстырып, оның әкесі кезінде менің өмірімді аман алып қалғандығы айтады. Сондықтан бәрі Диоға Джонатанға қарағандай қарауы керек екендігін айтады. Джордж Диоға оның бөлмесін көрсетпек болып бара жатқанда Дио Джонатанға тиісіп, бұл үйдегі басты адам мен боламын деп айтады. Әрі қарай бәрі керісінше жаман бола бастайды. Дио өзін кез келген жерде дұрыс ұстап, Джордждың көңілінен шығады. Ол әрқашан бірінші сатыда көріне бастайды. Осындай қарқында 1-2 жыл өтеді. Бір кезде Джонатанның біреуді рингте жеңіп тұрғанын көрсетеді. Сонда Дио барып оған ауыр соққылар беріп, жеңіп тастайды. Сонымен қатар Дио Джонатанды жамандап, оған өсекші деп бәле жабады. Содан бұл барлық онымен сөйлеспей кетеді. Бірақ та оның бір досы бар еді. Ол Дэнни. Бірде оны бақылап тұрған Эрина оған бір себет жүзім әкеледі. Оның ішінде тұрған қағазды байқаған Джонатан онымен кездесе бастайды. Екеуі бірге уақыт өткізеді. Оны байқаған Дио Эринаның кетіп бара жатқанын көріп, Джонатанмен сүйіспегенін біліп, мен сені бірінші сүйіп аламын дейді. Осы оқиғадан кейін Эрина онымен араласпай қаша береді. Көшеде жүрген жігіттерден Дионың не істегенін естіп кетіп қалады. Ашуға булыққан Джонатан Дионы ұруға асығады. Алайда Дио бірінші соққы береді. Джонатан жеңе алмайтындығын білсе де, жеңілуге болмайтындығын есіне түсіріп, бар күшімен төбелесіп, басымен оның бетін соғып, тағы да соққылар жібереді. Шашыраған қан бетпердеге түседі. Кенет Дио пышағын шығарады. Дәл сол сәтте Джордж келіп қалады. Бірақ ол пышақты көрмей, екеуін де жазалайтындығын айтады. Әрі қарай Джонатанға деген соққы күшейе түседі. Дио оның итін Дэнниді пешке салып жібереді. Арада 7 жыл өтті. 1888 жыл. Дәл сол жыл Джек қаншердің жылы еді. Регби бойынша матчта үлкен Джонатан мен Дионың бірге ойнаған ойынын көрсетіп тұр. Сонда Дио бұл жеңісімізді әкемізге айтуымыз керек дейді. Үйге оралған олар әкелерінің ауырып қалғанын көреді. Ол жөтеліп тұрғанын ғана айтады. Кейін Джордж оларды жеңісімен құттықтайды. Сөйтсе оған бұл жайлы оның бұрынғы досы хабарлап қойыпты. Джордж оларды мақтайды. Әсіресе Дионы. Ол Диоға оқуды аяқтағаннан кейін көмек беріп тұрамын дейді. Бірақ Диоға бұл ұнамайды. Себебі Дионың ойы мүлдем бөлек еді. Ал Джонатан болса бетпердемен тәжірибе жүргізе бастайды. Ол бұны анасынан естелік ретінде сақтап жүр. Кітап сөрелерінен түсіп қалған хатты байқаған ол, оны оқып Диоға қарай ұмтылады. Дио болса дәріні Джорджға пара жатады. Джонатан оны тоқтатып, дәрілерді тексермек болады. Ол Диоға тауып алған хатын көрсетіп, онда Дарио Брандоның ауырып жатқанын және аурудың белгілері жөтел, саусақтардың ісінуі және кеуденің ауруы екені жазылған. Джонатан дәріні алмақ болғанда, Дио оны тоқтатып, достығымызды бұзудасың деп айтады. Сонда Джонатан әкеңнің атымен ант берсең сенемін дейді. Дио оған ашуланып, әкесінің арсыз ішкіш болғанын есіне түсіп, айқайлап оны ұрып жібереді. Джонатан болса өзінің әкесі мен оның әкесінің ауруына себепкер болған Дио екеніне көз жетеді. Сондықтан оны баспалдақтан лақтырып жібереді. Дәріні тексеріп керек болса полиция шақыратындығын айтады. Ал Дио болса әкесінің оны және анасын ұрған есіне келеді. Ол ашуланып Джонатанды өлтірмек болады. Ол үшін Дио 7 жыл бұрын байқаған бетпердені пайдаланбақ болады.
Ал Джонатан болса дәріні алдымен сенімді адамдар қабылдау керектігін түсіндіріп, өзі 3 күнге Лондонға аттанады. Джонатан Лондонға Дионың әкесіне не бергенін анықтау үшін барады. Алғашқы күні түрлі лабораторияларға барса да оны анықтай алмайды. Кейін ол ең қылмысты аудандардың бірі Огр-стритке барады. Дионың Лондонда тұрғанын білген ол, дәл осы жақтан әлгі дәрін алды деп ойлайды. Ол онда жалғыз бара жатқанда, оған спидвагон мен оның достары шабуылдай бастайды. Джонатан жара алса да оларды жеңеді. Және де ол джентльмендігін көрсетіп, олардың өмірін аман алып қалады. Солайша спидвагонның құрметіне бөленеді. Кейін жүздей бұзақылар келгенде, спидвагон оларды тоқтатады. Сонымен қатар Джонатанға әлгі дәріні табуға көмектеседі. Дәл сол уақытта Дио оның Огр-стритке кеткеніне қуанады. Себебі ол сонда өліп қалады деп ойлайды. Дио Джонатан өледі деп ойлап, көшеде кетіп бара жатып, екі шалға тіреліп қалады. Оны пайдаланып бетпердені қолданады. Сөйтсе бұл жай ғана бетперде емес, вампирға айналдыратын бетперде екен. Ол үйге оралғанда оны Джонатан күтіп тұрды. Джонатан іздегенін тауып, оға қарсы дәріні берген екен. Ол Дионың бар ойын біліп қояды. Ал Дио болса, Джонатанның қырағылығын түсірмек болып, рөлге кіріп оны бетпердемен өлтірмекші. Бірақ бұл әңгімеге кенет пайда болған спидвагон қосылды. Ол Джонатанмен бірге Дионың алдауына түспес үшін келген. Қараңғы жерде өмір сүрген спидвагон кімнің жексұрын, кімнің жақсы адам екенін жақсы біледі. Сол кезде спидвагон Дионы өте жексұрын деп айтады. Және оның туылғанынан сондай деп сөкті. Сонда спидвагон Дионмен саудаласқан қытайлықта келді. Ал ол болса барлығын жайып салды. Оған қоса бұның бәрін Джордж Джостар мен полицейлер тыңдап тұрыпты. Дио сол кезде жоспарынан күл-талқан шықты деп ойлайды. Десе де ол Джонатанның алдында мүлейімсіп, кісенді өзі тағуына өтінеді. Джонатан жақындағанда ол бетперде мен пышағын шығарып, пышақты жақындата бергенде, әкесі Джордж Джонатанды қорғап қалады. Ал Дио бетпердені киеді. Полицейлер оған оқ ата бастайды. Дио құлап түседі. Джордж Джостар ауыр жараланып, ұзаққа бармайтынын біліп, анасынан қалған жүзікті Джонатанға береді. Бір кезде әңгімеге инспектор қосылады. Ол басынан өткен бұрынғы оқиғаны айтады. Сол кезде Джорджтың сақинасын ұрлаған Дарио екенін анықтайды. Джордж керісінше оны өзіне беріп, оны сатып, ішімдікті қоюын өтінеді. Кейінірек Джордж оның қолында өлгенін мақтаныш ететінін айтып, қаза табады. Дио өлмеген болып шығады. Керісінше вампирға айналған екен. Ол бір соққысымен инспекторды ұйықтатады. Спидвагон тапаншасын шығарып, оның басына атса да, оған ештеңе болмайды. Сосын Дио Джонатанға бетпердеден алған күшін көрсетіп, бір полицейдің қанын сорып алып, оның денесін лақтырып жібереді. Ал сол дене болса, қалған полицейлерді бөліп түсіреді. Мұны көрген Джонатан Дионың адам емес екенін түсінеді. Ол қорқып тұрса да найзаны қадамақ болады. Бірақ оны Дионың қолына қадайды. Дио болса Джонатанның қолын сындырып, найзаны иығына қадайды. Бір кезде Джонатан мен спидвагон екеуі тығылып қалып, Дионың үстіне жермай құйып жібереді. Содан болып үлкен өрт пайда болады. Джонатан спидвагонды ары итеріп жіберіп, оны аман алып қалу үшін Дионы өзіне қартатады. Үйдің төбесіне шығып бара жатып, әкесінің өртеніп жатқанын қарап қоштасады. Спидвагон тірі қалып шығып кетеді. Ал Дио болса үйдің төбесін қиратып, Джонатанмен шайқаса бастайды. Алайда күштері тең емес екенін білген Джонатан оны өзімен бірге алып лаулаған отқа түсіп кетеді. Бірақ обыр оны итеріп жіберіп, өзі қабырғада тұрып алады. Ал Джонатан болса найзаның ұшын ұстап үлгереді. Секіріп Диоға жету үшін ол белбеуін пайдаланып, оның әкесін өлтірген пышақпен оған оны кіргізіп жіберіп, отқа итереді де махаббат құдай мүсініне барып кіреді. Ал Джонатанның өзі күшін пайдаланып тірі қалады. Джонатан жеңіске жетсе де ол барынан айырылады. Осыдан соң спидвагон Джонатанды ауруханаға барады. Сонда ол Эринамен қайта жақын бола түседі. Барлығы Дионы өлді деп ойлағанымен, ол тірі болып шығады және оған қытайлық көмектеседі. Ал кейін Дио Джек қаншайды вампирлік күш арқылы басқарып алады. Және де ол күшін қалпына келтіре бастап, адамдарды басқара бастайды. Екеуі кетіп бара жатқан кезде алдыларынан Цеппели деген біреу шығады. Ол екеуінің де атын білетін болып шықты. Бір кезде ол жаралы Джонатанның кеудесіне саусағын кіргізіп жібереді. Ал Джонатан болса дем ала алмай қалады. Бірақ бір кезде сиқыр орын алып, Джонатанның сүйектері жазылып кетті. Джонатан Цеппелиден сұрағанда, Цеппели оған оның қатысы жоқ екендігін, әрі ол тас бетпердені батылдықпен ғана жеңе алмайтындығын айтады. Ал оны емдеген өзінің тынысы болып шықты. Цеппели жай ғана тынысты өзгерту үшін көкетінен ұрғанын айтады. Ал кейін Цеппели оған бұл тыныс күшінің қалай жұмыс істейтінін көрсетпек болып, қырбақаның арқасынан ұрып жібереді. Бірақ соққы тек астындағы тасты бөліп түсіреді. Бұл Сенда деп аталатын Хамон энергиясы екен. Кейін ол Джонатанға Хамонды пайдаланып беруі керектігін айтады. Ал Эрина болса не болып жатқанын түсінбеді. Кейінірек Цеппели Джонатанды жаттықтыра бастайды. Ал сосын тас бетпердені неліктен іздеп жүргенін айтады. Жас кезінде ол әкесінің археологиямен айналысатын тобына қосылған.
Олар біраз жерді шарлайды. Бірақ бір күні олар үнді шатқалдарына барғанда әлгі бетпердені табады. Келесі күні қайтатын кезде біреу оны киіп, кемедегілердің бәрін қырып салады. Алайда тірі қалған Цеппели әлгі адамнан қашып бара жатады. Күн шыққанда бетпердені киген оның әкесі болып шығады. Десе де ол вампир болғандықтан күнге күйіп кетеді. Ал кейін бетперде кемеде қалып қойғандықтан Цеппели оны тағы да біреу қолданатынын біліп, өз күшін дайындай бастайды. Кейін сонда спидвагон келіп, қалада адамдар жоғала бастағанын айтады. Сол жақта Диоға ұқсайтын біреудің болғанын айтады. Олар тоннельге кірген кезде біреу жылқылардың басын кесіп түсіреді. Сөйтсе бұл Джек Қанішер екен. Ол қалай екені белгісіз жылқының ішінен шығады. Сол кезде Цеппели онымен өзі шайқасатындығын айтады. Алдымен ол бокалға шарапты құйып алады. Кейін айқаса бастайды. Ол Хамонды пайдаланып, оны бір ұрып жібереді. Цеппели Джонатанға дәл солай шарапты құйып беріп, егер төгіп алсаң дайындықты әрі қарай жалғастырмаймыз деп айтады. Джек болса тетікті басып, лабиринтке кіріп кетеді. Джонатан артынан барады. Цеппелидің айтқанын есіне алған ол, Хамон күшін пайдаланып, қабырғаға соққы беріп Джектің миын шашып жібереді. Әрі қарай олар спидвагонның Хамонын ашпақ болады. Бірақ бір кезде оларды бір бала тонап кетеді. Ол Дионың басқаруында болған болып шығады. Солайша әлгі бала оларды серілер зиратына әкеледі. Күн батқаннан кейін Дио пайда болады. Ол обырларды шақыра бастайды. Және де ол әлемді өзгертіп, бәрін зомбиге айналдырғысы келетіндігін айтады. Цеппели Дионың әлсіз емес екендігін біліп, оны өзіне алады. Цеппели Хамонмен шабуылдамақ болғанда, Дио оны тоқтатып, қолын қатырып тастайды. Солай көмекке Джонатан келеді. Екеуі Диодан босап кетеді. Дио екеуінің әлсіз екенін біліп, оларға 300 жыл бұрын Мэри Стюарт есімді патшайымға қызмет еткен Бруфорд пен Таркусты жібереді. Джонатан мен Бруфордтың арасындағы шайқаста Бруфорд адам қалпына келеді. Солай ол Джонатанды жақсы адам деп оған қылыш сыйлайды. Ал спидвагон болса өз күшін пайдаланып, Цеппелидің қолын жібітіп жібереді. Сонда Бруфордты әлсіз деп айтқан Таркус шайқасқа қосылады. Кейін ол бір соққымен Джонатан мен басқалары тұрған жерді бөліп жібереді. Олар құлай бастайды. Алайда Джонатан мен Цеппели Хамон күшін пайдаланып, жапырақтардан ұшақ жасап шығып кетеді. Бірақ Таркус оларға жетіп алып, оларды құлатады. Ал олар қамалдың үстіне түседі. Таркус болса кіретін жерді тауып алып, сонда барады. Джонатан қамалды тексермек болып ішіне кіреді. Бір мезетте Таркус оның мойнына шынжырды тағып, есікті жауып тастайды. Таркус өзінің кезінде 48-дей адамды жеңген. Есікті ішінен ғана ашуға болғандықтан, Поко қамалдың ішіне кірмек болғанда, Таркус оны ұстап алмақшы болды. Бірақ Джонатан оны құтқарып үлгерді. Десе де ол жорғалап тетікті басты. Цеппели Таркусқа шабуылдамақ болғанда, Таркус астынан да үстінен де соққы жасап үлгеріп, оны байлап тастайды. Цеппели енді Хамонды қолдана алмайтындықтан, Таркус оны шынжырдың көмегімен екіге бөліп жібереді. Онымен қоса сол шынжырмен Джонатанның мойнын сындырып тастайды. Бірақ та Цеппели өзінің өмірлік қуатының барлығын Джонатанға беріп үлгереді. Солайша Джонатанның жаралары жазылып кетіп, Таркусты шынжырмен көтеруге күші жетеді. Және де Джонатан ұстазын өлтірген үшін аямайтындығын айтады. Ол мойнындағы қарғыбауды қолымен сындырып тастайды. Ал сосын ол Таркусты да сындырып тастайды. Және де Цеппели әлі де тірі болып шығады. Десе де өлімінің алдында тағдырына риза екенін және Джонатанның оның соңғы үміт екенін айтады. Кейін ол қайтыс болады. Ал олар оның денесін өртеп жібереді. Сосын олар қалаға аттанады. Ал онда кейбір адамдар әлдеқашан обырға айналып кеткен екен. Және де олар сонда Цеппелидің достарын кездестіреді. Олар Стрейтс, Дайр және Том Петти. Сосын олар Поконың үйіне келеді. Поконың әпкесі оны іздеуге кетіпті. Бірақ оны Дио ұстап алыпты. Бірақ Джонатан мен қалғандары оны құтқарып алады. Джонатан енді Хамонды жақсы қолдана білгендіктен, оған да қарсы шайқаса алатын болады. Кейін олар Диоға барады. Дайр Цеппелидің кегін алмақ болып, бірінші шайқасады. Десе де Дио оны мұзға айналдырып, бұзып тастайды. Дайр соңғы шабуылымен Розаны қозғалтып, оның көзіне кіргізіп жібереді. Дио мен Джонатан шайқасып жатқанда, қалғандары пайда болған обырлармен айқаса бастады. Бір кезде Джонатан Дионың қолын кесіп тастайды. Және де Джонатан оны ортасынан бөлуге шақ қалғанда, Дио оны қатырып үлгереді. Солай ол Джонатанның ұйқы кіре тамырына обырдың жанын жібере бастайды. Джонатанның денесі толығымен қатпағандықтан, ол өзі ерте бастайды. Және ол Дио жіберген удың бетін қайтарып үлгереді. Дио одан құтылу үшін оның қылышын сындырып тастайды. Джонатан оны Хамонмен ұрмақ болғанда, Дио оның қолын мұздатып үлгереді. Ал Джонатан болса оны қайта жібітіп жіберіп, Диоға Хамонмен соққы береді. Дионың денесі балқи бастайды. Джонатан болса оған соңғы соққы береді. Джонатан бұдан кейін күші таусылғандықтан талып қалады. Десе де Дио жоғалып кетпес үшін денесін кесіп тастайды. Ал оның басын әлгі қытайлық алып кетеді. Нәтижесінде қаланың 73 тұрғыны із-түзсіз жоғалып кетеді.
спидвагон болса тас бетпердені сындырады. Бұл аяқталған соң Джонатан Эринаға үйленеді. Екеуі балайын Америкада өткізбек болып, кемемен саяхатқа аттанады. Оғаш көрінген нәрсе бұл үлкен жәшік пен әлгі қытайлық. Кемеден Джонатан қытайлықты көргенде Дионың тірі екенін түсініп, Эринаға каютадан шықпауын өтініп, өзі кетіп қалады. Дін қызметшісі абайсызда крестін әлгі жәшіктің үстіне түсіріп алады. Кейін ол жәшікті ашқаннан кейін өледі. Сосын сонда қытайлық пен Джонатан жүгіріп келеді. Сол жәшікте Дионың басы тұрған болып шығады. Ол мұнда Джонатанның денесін алу үшін келген болып шығады. Дио оның гипнозбен алмақ болғанда, Джонатан көзін жауып үлгереді. Алайда Дио оның мойнын жаралап, Джонатан Хаммонды қолдана алмайтындай етеді. Себебі оған ауа жетіспейді. Дио Джонатанға тез өлімді тілесе, Джонатан болса Хаммонның соңғы күшін қолданады. Бұл қозғалтқышын жаппақ болып, Дионы Хаммонмен басқарады. Сол уақытта кеме обырларға толып кеткен еді. Сол кезде олардың жанына сәбиді құтқарып болған бір әйел құлап түседі. Эрина болса Джонатанның жанына келіп, онымен бірге өлуге дайын екендігін айтады. Бірақ ол сәбиді алып тірі қалуын өтінеді. Дио болса обырларды шақырады. Бірақ еш болғандықтан қозғалтқыш жарылып кетеді. Джонатан Эрина мен сәбиді аман алып қалғанда, Дио оны қармауыштармен ұстап үлгереді. Бірақ Джонатан темірді алып оған қадайды да, оны құшақтап алады. Кейін кеме жарылып кетеді. Ал Эрина болса сәбимен тірі қалады. Онымен қоса Эрина Джонатаннан жүкті болып шығады.